Сәлем, достар. Бүгін біз 2011 жылы шыққан «Опасный метод» атты өмірбаяндық драманың сюжетін талдаймыз. Цюрих, Швейцария, 1904 жылдың 17 тамызы. Психиатриялық ауруханаға истерияның соңғы сатысын басынан кешіріп жатқан орыс еврей Сабина Шпильрейн жеткізіледі. Көп ұзамай онымен жас әрі талантты психиатр Карл Густав Юнг танысады. Ол Зигмунд Фрейдтің еңбектерінен шабыттанып, атақты психоаналитикке ерекше тәнті болады. Юнг Фрейдтің әдістерінің бірін сынап көруді ұйғарады. Бұл әдіс бойынша психолог пациентті ұзақ әрі ашық сұхбат арқылы емдейді. Алғашқы кездесуде Сабина өз денесін басқара алмайтынын мойындайды, себебі ол үнемі зорлық-зомбылыққа ұшырап отырған. Қорқынышты түстерінде әйел әкесінің қолын көреді. Ол оны кез келген кінәсі үшін аяусыз ұрып соғады. Юнг жаңа пациенті туралы алғашқы әсерімен өз әйелімен бөліседі. Бірақ оның ойында тек келесі жүктілігімен ұл тууға деген үміті бар. Екінші кездесуде Сабина түстермен шынайы өмірде болып жатқан таңғаларлық сәйкестіктер туралы айтып береді. Юнг кездейсоқтықтарға сенбейді және мистикалық көзқараста болғанымен кейде белгілі бір скептицизм танытады. Әйел иығындағы жамылғысын түсіріп алған кезде Юнг оны қағып жіберуге көмектеседі. Бірақ бұл Сабинаны шошытады. Бірнеше күннен кейін Юнг сапарға кетеді, ал Сабина сағыныштан жынданып кете жаздайды. Ол тамағымен ойнап, батпақта шомылып, осылайша персонал мен аурухана директорын өзіне назар аудартуға тырысады. Сабинаны күштеп ваннаға түсіруге мәжбүрлейді. Бұл сайып келгенде оны тыныштандырады. Сапардан оралған Юнг пациентіне өзінің ассистенті болуды ұсынады. Психологиялық тестілеу үшін тәжірибелік объект ретінде Юнгтың әйелі таңдалады. Ол ассоциативті сұрақтарға жауап береді. Сабина психиатрияға ерекше қабілеті мен қызығушылығын көрсетеді. Сондықтан Эмманың психологиялық портретін оңай жасап, оның психотерапевттің әйелі екенін түсінеді. Бірнеше аптадан кейін Эмма қыз бала дүниеге әкеледі және күйеуінен мұрагер туа алмағаны үшін кешірім сұрайды. Ол өте бай, Юнгты толықтай қамтамасыз етеді, бірақ оған ұл сыйлай алмайды. Сондықтан ол күйеуінің отбасына көбірек көңіл бөліп, жұмысты аз ойлағанын қалайды. Келесі сеанстарда Сабина ерекше түстер мен мистикалық жаратылыстар туралы айтады. Сонымен қатар ол физикалық жазалау мен шапалақтаудан ләззат алып, сексуалды қозу сезінетінін мойындайды. Бала кезінен бастап ол жазалаудан рахат алып, оны қайта сезіну үшін бәрін жасаған. 2 жыл өткен соң Юнг Австрияға барып, Фрейдпен жеке танысады. Жас психотерапевт Сабинамен болған ерекше жағдай туралы айтып, атақты дәрігерден алғашқы маңызды кеңестерін алады. Фрейд кез келген клиникалық жағдайды сексуалды астармен байланыстырады, бірақ Юнг бұны әрдайым орынды деп санамайды. Себебі адамды тек құмарлық емес, сонымен қатар қорқыныш, ашу және басқа да сезімдер басқаруы мүмкін. Кешкісін Юнг өз құпиялары мен түстерін Фрейдпен бөліседі, бірақ ол бәріне логикалық түсінік тауып, шәкіртін бұл жалғыз дұрыс көзқарас екеніне сендіруге тырысады. Кейінірек Юнг бұл туралы Сабинамен сөйлеседі. Әйел оны шын түсінетін жалғыз адам сияқты көрінеді. Сабина бұрынғы пациентке айналып, енді университетте психологияны меңгеріп жатыр. Оның болашағы жарқын, сондықтан Юнг оның пікірін маңызды деп санайды. Сабина барлық нәрсені тек сексуалдық тұрғыдан қарастыруға болмайтынын айтып, жақында шындыққа айналған түсін баяндайды. Юнгты бұл одан әрі шабыттандырады, өйткені ол кез келген кездейсоқтықты сана мистикалық тұрғыдан түсіндіре алады деп сенеді. Фрейд Юнгке хат жазып, одан өзінің алғашқы шәкірті Отто Гроссты емдеуді сұрайды. Отто керемет адам және бұрын білікті маман болған, бірақ ол өзінің интимдік өміріне қатысты мәселелерге тым әуестеніп кеткен. Ол тек қана интимдік ләззаттар мен көптеген көңілдестері туралы ойлап, сол туралы сөйлейді. Барлық пациенттерін азғырып, бұл әрекеттеріне еш өкінбейді. Тіпті Юнгке Сабинамен де дәл осылай істеуді ұсынады. Кезекті кездесуде Сабина психологияның барлық нәрсені сексуалды астарға телу принципіне негізделгенін түсініп, өзінің бұл салада жақсы маман бола алмайтынын сезінеді. Өйткені ол әлі күнге дейін пәктігін сақтаған. Ол Юнгты құштарлықпен сүйіп, егер олардың тығыз қарым-қатынасы жалғасын тапса, оны қалаған уақытында көруге болатынын айтады. Бірнеше күн өткен соң Юнг өзінің пациентімен кеңесіп, дәрігерлік этиканы бұзуға тұрарлық па, жоқ па екенін анықтауға тырысады. Отто оған сұлу әйелдермен психологиялық сұхбаттасып емес, төсек қатынасында болу керектігін нық сеніммен айтады. Көп ұзамай Отто өзінің барлық мәселелерін шешіп, медбике мен махаббат құшағына бөленеді. Кейін ол баспалдақты ұрлап, психиатриялық клиникадан қашып кетеді. Пациентінің кеңесін орындауды жөн көрген Юнг Сабинаны көруге барады. Содан кейін олар жақындыққа түседі. Әйелдің садомазохистік бейімділігі олардың қарым-қатынасын ерекше әрі алуан түрлі етеді. Жылдар өтіп, Юнгтер отбасы жаңа ауыл үйіне көшеді. Эмма күйеуінсіз өмір сүре алмайтынын сезініп, оған алқызыл желкенді яхта сыйлайды. Ол Юнгтың көңілдесі бар екенін болжайды,
бірақ отбасын сақтау үшін опасыздыққа көз жұмуға дайын. Бұл сөздер ер адамның моральды қағидаларына әсер етеді. Сондықтан ол Сабинамен қарым-қатынасты тоқтатуға шешім қабылдайды. Сабина сүйіктісі ретінде қалу үшін өзін төмендетіп, оған дөрекі және қатал болуға мүмкіндік береді. Бірақ Юнгтың жанында қала береді. Кейінірек Юнг пен Фрейд қайта кездесіп, психологияға қатысты көзқарастарымен бөліседі. Фрейд барлық комплекстер мен ауруларды сексуалдық тәжірибемен және оның интерпретациясымен байланыстырады. Юнг болса, оғаш бөлшектерге назар аудара отырып, кез келген кездейсоқтықтың астарында белгілі бір заңдылық бар деп сенеді. Ол сезімдерге, түстерге және адам өмірінің мистикалық жағына көбірек мән беріп, әлемнің бір ғана қағидаға негізделе алмайтынын түсінеді. Фрейд батыл теориялардан қорқады, өйткені ғалымдар оны мазақ етуі мүмкін, ал ол өз беделін осылай тәуекелге тігуге дайын емес. Қырсық психотерапевтке ашуланған Юнг өз ашуын Сабинадан алып, тіл алғыш көңілдесін шапалақтап, кез келген лас қалауын орындауға мәжбүрлейді. Кейінірек Юнг пен Фрейд жаңа пациенттің диагнозын бірлесіп талқылау арқылы татуласуға тырысады. Яхтада серуендеу кезінде Фрейд Юнгтың пациентімен жақын қарым-қатынаста екені туралы анонимді хат алғанын айтады. Шәкірт бұл фактіні жоққа шығарады, бірақ ашылып қалудан және масқара болудан қорқып, Сабинамен қоштасады. Бірнеше күннен кейін Фрейдке және Сабинаның ата-анасына арандатушы хаттарды Эмма жазғаны анықталады. Ол осылайша күйеуін жоғалтудан сақтанбақ болған. Көп ұзамай Сабина Юнгке қайта келеді, бірақ енді ол психотерапевт ретінде оған көмек сұрап келеді. Ата-анасы дау шығарып, қыздарының әлі сауығып кетпегеніне сенімді болғандықтан терапияны қайта бастауға тура келеді. Алайда Сабина Юнгтен бұрынғыдай мейірім күтеді, бірақ бас тартылады. Бұған ашуланған ол психотерапевтті жаралап, сеанс үшін ақысын төлеп кабинеттен қашып кетеді. Әйел Фрейдті махаббат ойындарына тарта бастайды. Оған кездесулері туралы егжей-тегжейлі айтып береді. Доктор Юнгтың жеке өміріндегі мәселелерді шешуге дайын емес, және бұл мәселені өз бетінше реттеуін сұрайды. Хат алмасу барысында Сабина қатал жауап алады және дәрігермен болған махаббат байланысын ұмытуға мәжбүр болатынын түсінеді. Біраз уақыт өткен соң Сабина Юнгтен Фрейдке шындықты жазуды өтінеді, өйткені ол оның пациенті болғысы келеді. Юнг пен Фрейд жаңа көкжиектерді бағындыру үшін Америкаға аттанады. Жол бойында Юнг өзінің ерекше түстерін баяндап, ұстазынан дәл сондай ашықтық күтеді. Алайда Фрейд беделіне нұқсан келтіруден қатты қорқып, құпиялылығын сақтайды. Бұл оның Юнгпен жанжалдасуына себеп болады. Юнг енді Фрейдті ұстаз әрі шабыт беруші ретінде көрмейді, өйткені олардың психологияға деген көзқарастары түбегейлі өзгеше. 1910 жыл Сабина оқуын тәмамдап тамаша психолог атанады. Ол Фрейдтің теориясы тек кемшіліктерге толы ғана емес, сонымен қатар өзара қайшылықтары бар екеніне сенімді. Сабина адамдардың мәселелерін мүлде басқа қырынан қарастыруға дайын. Бұл ұлы психотерапевттің беделіне қауіп төндіреді. Сабинаның пайымдауынша сексуалдық қарым-қатынас тек өзін-өзі жоюға немесе менді қорғауға ғана емес, жеке тұлғадан да асқан ұлы нәрсе жасауға мүмкіндік береді. Юнг үшін бұл ойлар қызықты, бірақ бұрынғы сүйіктісін шапалақтау одан да қызығырақ. Көп ұзамай Сабина ер адамды кері қайтарады және Австрияға оралуға шешім қабылдайды. 1912 жыл Сабина Фрейдпен кездесіп, оның бүкіл философиясын жоққа шығарады. Көп ұзамай Юнгте психотерапевтпен жүздесіп, оны қатты сынға алады. Бұл Фрейдтің өзін-өзі бағалауына қатты әсер етеді. Ол жерге құлап, өлім аузында қалады. Кейінгі хат алмасуларда Фрейд пен Юнгтың даулары күшейе түседі, өйткені олардың психологияға деген көзқарастар мен дүниетанымы мүлде сәйкес келмейді. Бір жылдан кейін жүкті Сабина Юнгтың үйіне келіп, оның әйелімен танысады. Юнг бұрынғы сүйіктісінің отбасы болғанына қуанады, бірақ баланың өзінен еместігіне іштей мұңаяды. Сабина Юнгтың шын жүректен сүйген жалғыз әйелі болған. Әңгіме барысында Юнг қорқынышты түсін баяндайды. Онда ол бүкіл Еуропаны басып қалған қып-қызыл қар көшкінін көреді. Сабина бұл сөздердің мағынасын түсінбейді, бірақ оны мистикалық мәнге ие деп болжайды. Көп ұзамай ол Ресейге көшіп кетеді, ал 1914 жылы Бірінші дүниежүзілік соғыс басталады. Отто 1919 жылы Берлинде аштықтан қайтыс болады. Фрейд 1939 жылы Лондонда нацистерден қашып, ақырында қатерлі ісіктен көз жұмады. Сабина өз отанына оралғаннан кейін 1941 жылы нацистер тарапынан еврей болған үшін өлім жазасына кесіледі. Ал Юнг әлемдегі ең беделді психологтардың біріне айналып, 1961 жылға дейін өмір сүреді. Осымен фильм аяқталады. Соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Каналға жазылып, жаңа видеоларды жіберіп алмау үшін хабарландыруды қосыңыздар. Лайк басып, фильм туралы пікірлеріңізді комментке жазыңыздар. Келесі кездескенше.